құрметті мына 34-ші мемзаводтан 1981 жылғы бітіруші түлектері. Мына менің ішінде бір распенен құттықтауға соны қабылдаңыз. Құрметті Қарақалпақстан Республикасы 34-ші Siz çakırmak Қарақалпақстан Республикасы Бирюни ауданындағы Фредерик Энгельс атындағы орта мектепті 1981 жылғы түлектері мектеп бітіргендеріңізге 45 жыл болған мерейлі кездесулеріңіз құтты болсын. Жастық шақтың барлық естеліктерін жаңғыртып, сағынышқа толы сәттерді бірге бөлісе, осынау кеш достық пен сыйластықтың адал өмірдің берекесі, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, ұрпақтарыңызға бақ-береке тілейміз. Қадірлі түлектер, 45 жыл бір адамның өмірінде үлкен белес. Кеше ғана мектеп партасында асқақ арман құрып отырған шәкірттер бүгінде елге сыйлы азаматтар, ардақты ата-әжелерге айналдыңыздар. Сіздерді табыстырған алтынай мектеп әрқайсыларыңыздың жүректеріңізге мәңгі сақталғаны, өткен күндердің естелігі жүректі елжіретіп, достықтың қадірін арттыра түссін. Кездесу кеші қуанышқа, сағынышқа, шат күйге толы болсын. Бірліктеріңіз бекем, ғұмырларыңыз ұзақ, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Уақыт зулап, жылдар өтті, самғап күн, жастық шақта қалды мәңгі, таңға жайып нұры бір. Мектеп жаққа тағы бүгін жол түсті, сағынышпен соқты қайта жүректердің дүрсілі. Қоңыраудың сыңғыры әлі құлақта, балалық шақ қалған екен жырақта. Аққол иісі, парталар мен ұстаздар, естелік болып сақталыпты жүректе. Бирюнидің кең даласы